сабақта ғана пайдаланып қоймай, өмірмен де байланысты екенін түсіндіру. Бұл мүмкіндігіміз бұрынғыдан ерекше өткелі отыр. Қазір біз дәл осы жерде, осы залда барлық ғылымдардың ішінде ең қызықты болып табылатын тарих, география, химия, биология, құқық негіздері атты пәндердің ерекше таныстырылымы болады. Біліммен ашасың жол ғылымға, от боплаула, су боп құйылса олда, домалақ жинаспан көгі өзенде, айтылып ақындардың жырында, дегеле табиғат сырларын, тауларын, қазба байлықтарын, элементтер, қазақтың тарихы, әлем тарихы, заңдар сыр шертеді. Олай болса, таныстыруымызды бастамастан бұрын мектебіміздің директоры Қошақанова Шолпан Шамбулқызының ізгі тілегімен бастасақ. Өзінің 10 күндігін жаратылыстану пәні керемет жаратылыстану ғажайыптары білім әлемінде атты 10 күннің ашылуымен құттықтаймын. Барлықтарыңызға да. Бірлестігінің жетекшісі Назгүл Әбдіқадырқызын ортаға шақырамыз. Ал құрметті ұстаздар, оқушылар, міне бүгін ең қызықты пәндер қоғамдық жаратылыстану пәндер бірлестігінің 10 күндігі басталып жатыр. Ол пәндер міне Қазақстан тарихы, құқық негіздері, география, биология, химия пәндері болып еді. Өте қызықты пәндердің бірі. Бұл 10 күндігімізде біз керемет үлгілі ашық сабағымызды көрсетеміз, сыныптан тыс іс-шараларымызды көрсетеміз, дебат, интеллектуалды ойындар деген сияқты. Осыған оқушылар жақсы белсенді атсалысады деген ойдамын. Белсенді қатысқан оқушыларға алғыс хаттарымыз және сыйлықтарымыз табыс етіледі. Және міне алдыларыңызда көріп тұрғандай керемет пәндеріміздің заттары қойылған және осылай жасадық. Оқушылар осы залға кірген сайын осылай деген ойдамыз. Мысалы, қазақ хандығының құрылғанынан бастап. Мұғалімдер, құрметті оқушылар, бүгін мен Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының ата заңы туралы айтамын. Мен Байрамов Азиз, 9 сынып оқушысы. Ағымдық Конституция 1995 жылы 30 тамызда күні жалпыхалықтық референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйектің өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан 98 баптан тұрады. Бұл тәуелсіз Қазақстанның қабылдаған екінші конституциялық алдыңғы конституция 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған болатын. Уважаемые учителя и ученики, я Юдашева Лихамбуль, ученица 9 Б класса. Сегодня мы вам расскажем о выдающемся человеке, историке, доктор исторических наук, профессор, члена-корреспондента исследований, трудится создания подвижной истории, куда его имя, как борца за справедливость, будет вписано золотыми буквами. Вот что о Тимухане Бекмаханове писал академик Шафик Чокин, выдающийся историк Тимухан Бекмаханов, ученый, имеющий большое творческое сердце. В июле 1948 году была организована дискуссия, которая длилась 5 дней, с 14 по 19 июля. Было написано 552 страницы машинописного большого рукописного тома. Также после этого Бекмаханов был уволен с работы в институте и в 1951 году был исключен из партии. После этого Бекмаханов изначально работал в школе Народкольского района Алматинской области. Оросқан Мүнжу, мен 5 сынып оқушысымын. Мен бүгін сіздерге алтын адам туралы таныстырмақшымын. Алтын адам 1970 жылы табылған. Яғни айтқанда Алматы облысы Есік қаласының солтүстік жағындағы солтүстік жағалауындағы өзенде табылған. Және де көріп тұрғандарыңыздай алтын адамның үстінде 4 мыңға жуық алтын табылған. Олардың ішінде барыс, таутеке, тағы да ат, тағы да басқа жануарлар бейнеленген. Және де көбінесе құстар бейнеленген деседі. Және де алтын адамның бас киімінің өзі 3 бөлікке бөлінеді. Аспан әлемі және қазіргі жер әлемі және де жер асты әлемі болып бөлінеді. Табуы біздің Қазақстанымызға және басқа
дүниежүзіне жақсы әсерін тигізді. Біз ежелгі адамдардың тарихымен және олардың киімдерімен таныстық. Алтын адамның жанынан алтыннан жасалған сырға, жүзік, белбеу табылған деседі. Алтын адамның көріп тұрғандарыңыздай үстіндегі белбеуі өте ауыр. Және де ол жерде көптеген алтындар бар. Алтын адамның мәдениеті бізге Сұлтан Назерке 8-ші А сынып оқушысымын. Мен Шоқан Уәлиханов туралы сіздерге мәлімет беретін боламын. Шоқан Уәлиханов 1960-ға. Шоқан Уәлиханов қазақ халқының ең алғаш географы, шығыстанушы, ұлы этнограф, ғалым. Оны танымал еткен еңбектердің бірі ол Қашқарияға аттанған еңбегі. Ол Қашқарияға жасырын түрде еніп, сол жердің мәдениетін 11 ай бойы зерттеген. Оның осы еңбегі 3 тілге аударылады. Олар ағылшын, орыс және француз тілдері. Осы жетістігі үшін ол Ресей географиялық қоғамының мүшесіне айналады. Бірақ та 1961 жылы ол туберкулез ауруына шалдығып, өз еліне қайтып оралуына мәжбүр болады. Сөйтіп ол 1965 жылы көз жұмады. Бірақ та ол 30 жыл өмір сүрсе де ол қазақ халқының тарихында үлкен рөл атқарған. 7 Б класса Джакипаров Рамиль. Расскажу вам о естественных науках, а точнее о вулканах, о самом высоком вулкане в мире до самого масштабного извержения вулкана в мире. Самый высокий вулкан в мире — Охотс-дель-Саладо. Его высота составляет 6837 метров над уровнем моря. Расположен он на границе с Андах, признан самой высокой точкой Чили. На острове Кракатау в 1883 году по 1884 году вулкан Кракатау начал сейсмические атаки, а точнее извержения. Он за собой понес 36 147 человек, уничтожил 165 городов и 135 понесли многочисленные потери. Я ученица 9 Б класса Лебедькина 7. Хочу рассказать сегодня вам о Эратосфере Киренском. Эратосфер Киренский родился в 276 году до нашей эры. Он греческий математик, филолог, ученый и поэт. Первый известный ученый, вычисливший размеры Земли. Эратосфера называют отцом географии за его заслуги в развитии географических идей, а также за то, что ему принадлежит и сам термин география, что в переводе с греческого означает землеописание. В честь Эратосферы назван кратер на Луне. Здравствуйте, я Абримова Самира, ученица 9 Б класса. Сейчас мы вам расскажем про биологию. Итак, все мы знаем, что биология изучает все аспекты жизни, а это в частности структуру, функционирование, рост, эволюцию и распределение живых организмов на Земле. В становлении этой науки свой вклад вложили множество великих ученых. Одним из них является Карл Линней. Линней родился в 1707 году, являлся биологом, исследователем и натуралистом шведского происхождения, который приложил много усилий для того, чтобы систематизировать и классифицировать растения и животных. Благодаря его трудам биология стала полноценной наукой. Линней также основал Королевскую академию наук, где ему присвоили звание отца ботаники. Далее, в 1727 году Линней поступил в университет Лунда и начал изучать медицину. Но его основной страстью была ботаника. В то время ботаника была малоизученной наукой, и Линней начал развивать ее, создавая новые методы классификации и систематизации видов. Слейден и Шван – два выдающихся ученых, которые внесли огромный вклад в развитие биологии и сформировали основные принципы клеточной теории. Их работы положили начало новой эпохи в исследовании живых организмов и имеют огромное значение для современной биологии. 180 лет, прошедшие с момента изучения постулатов, добавили не только теоретических, но и экспериментальных знаний. Но основой так и осталась клеточная теория Шлейдена и Швана. Основные постулаты – самообновляющая, саморегулирующая и самопроизводящая. Клетка – это основа элементарной единицы жизни. Для всех живых организмов характерно их одинаковое строение.
Клетка представляет собой комплекс полимеров, который состоит из неорганических компонентов. Мы рады вас приветствовать на торжественном открытии предметной недели. В этом году мы отмечаем аж две величайшие химические даты. 185 лет со дня рождения Менделеева и 150 лет со дня его открытия периодического закона, периодической системы химических элементов. Его часто называли гением, но он не любил, когда его так называют, и, как правильно, он его злился. Он говорил: какой же я гений, всю жизнь трудился, вот и стал гением. Дмитрий Иванович Менделеев – выдающийся русский химик. Чего я только не делал за всю свою химическую жизнь, говорил Менделеев. Он написал и опубликовал 431 работу. Его деятельность далеко выходила за рамки привычной науки химии. Русский химик Чураев говорил, что Менделеев – величайший химик, первоклассный физик, плодотворный деятель в области гидродинамики, метеорологии, геологии и других различных химических технологий. А его ученик Густавсон отвечал, что за какое бы неправости дело Менделеев, он всегда доводил его до конца, и при этом оставлял глубокие и поучительные следы в истории. Существует более 400 вариантов периодической системы элементов. Одним из первых ее вариантов, названный Дмитрием Ивановичем Менделеевым, опыт системы элементов, основан на их химическом сходстве и атомной массе. Перед вами первый вариант системы элементов. Горизонтальные ряды, как правило, схожи между собой. Атомная масса элементов слева направо возрастает. Также тут присутствуют 4 пустых ячейки. Они основаны из-за того, что из 6 элементов не нашлось нужных. Второй вариант периодической системы элементов Дмитрию Ивановичу Менделееву занял почти 1,5 лет его жизни. Также он писал об этом варианте в своей книге «Основы химии» в 1008. Таким образом выглядит эта таблица. Элементы этой таблицы подразделяются уже на группы, периоды, ряды. Но все же Менделеев не останавливался на этой таблице и прогрессировался для лучшего результата. Последний вариант периодической системы элементов является периодическая таблица элементов, которая известна и на сегодняшний день. Также она подразделяется на группы, периоды, ряды. Также элементы схожи между собой. Например, в первой группе щелочные металлы, во второй группе щелочно-земляные, в 8-й инертные газы. Также присутствуют тут пустые ячейки, которые Менделеев знал, что все элементы ему раскрыть не удастся, и оставил их для других ученых и других открытий. Например, элементы как азот, фтор, барий, марганец открыл ученый Карл Шейлер. Ученый Гемфри Дэви открыл такие элементы, как кальций, калий, магний и натрий. Периодическую систему открыл Менделеев, великий ученый химик. 21 века в научно-техническом прогрессе не стоит в одном месте и, как правило, идет вперед, опираясь на главный закон естествознания. В этом законе преимущественно участвует также закон Дмитрия Ивановича Менделеева, и он также всем известен, как мы знаем. Пусть зимний день с метелями не намечает грусть. Таблицу Менделеева я знаю наизусть. Почему я ее выучил, могу сказать зачем. Не стройность и величие любимейших поэм, без многословия книжного, ни смысла статистского, и имени промышленного не нет ни одного. Не пробуждение дерева и грешных птенок хруст, таблицу Менделеева я знаю наизусть. Конечно, ее знать наизусть не нужно, но понимать и применять ее законы должен знать любой образованный, умеющий себя любящий человек. Мен Батырхан Нұрасының оқушысымын. Мен қазір жанартаудың атқылауын сайып көрсететін боламын. Жанартаудың атқылауына көптеген газдар, булар және магма, висмут, рени және инди кіреді. Ал мен қазір жанартауды атқылау жасау үшін
бихромат және марганецті қосылысқа ішетін болады. басқару ісінде және отанды әдеби билердің есімдері белгілі. Билер ұлт тұтастығына нұсқан келтіретін дау-жанжалдарды бітістіріп, көрші мемлекеттермен бейбіт байланыс орнатуда ханға ақыл кеңес беріп отырды. Билердің ең басты ұстанымы ар тазалығын сақтау еді. Олар қоғамды жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды дәріптеп, мейірімділік, адалдық, ізгілік сияқты адамгершілік қасиеттерді сақтауға шақырды. Өз өмірін елінің ынтымақ бірлікте болуына арналған Төле би мынадай қанатты сөздер қалдырған. Өтірік айтпа, сенің кетер. Дұшпаныңа сырыңды айтпа, қадір кетер. Әйгілі әйет баба бірде Қазыбек биден би, сен бұл дүниеде кімге қарыздарсың деп сұраған екен. Сонда ең алдымен Аллаға қарыздармын, сосын анама. Ол мені дүниеге алып келді. Сосын атама. Ол мені өсірді, тәрбиеледі, оқытты. Сосын халқыма. Ол мені қадірімді жоғары көтере білді. Сосын сізге, ұстазыма. Сіз мені көптеген нәрсеге көзімді аштыңыз. деген жауап бабамыздың биік парасат иесі екендігінің айқын көрінісі. Өркенім өссін десең, кекшіл болма, кесапаты болма, болашағыңды құртасың. Бүгін басына іш түскен пақырға қастық қылма, қайғысы көшер басына. Сағы сынды деп жақыныңды басынба. Ал ағайындар, қолдарыңды жайыңдар. Әр қашанда бейбітті заманды болсын. Тәуелсіздігіміз баянды болсын. Көк туымыз көкте желбірей берсін. Халқымыздың бірлігі, берекесі арта берсін. Еліміз алға нық жасай берсін. Армысыздар қазақ елі, қош келдіңіздер. Бүгін міне 15 қаңтар номері 1 Азат орта мектебінде қоғамдық жаратылыстану пәндер бірлестігінің 10 күндігінің ашылуы басталып жатыр. Сіздерді осы 10 күндікте үлгілі сабақтарымызды көруге және сабақтан тыс іс-шараларымызды, оның ішінде дебат, интеллектуалды ойындар, викториналық сұрақтар және коучинг сияқты сабақтарымыз болады. Міне осы сабақты көруге шақырамыз.